Дәл қазір егер де сіз өзіңізге жаңа жұмыс іздесеңіз, және қалағандай ұнайтын жұмысты таба аламын ба, таба алмаймын ба деген күмән болса, бір нәрсені есте сақтаңыз. Егер де сіз шынымен де қаласаңыз, міндетті түрде ойыңыздан шығатын жұмысты таба аласыз. Бірақ алдымен соған деген өзіңізде нық сенім болу керек. Мен ондай жұмысты таба аламын. Ол менікі деген сізде нақты сенім болу керек іште. Басқа сөзбен айтқанда, сіз өзіңізді сол жұмысқа лайықты екеніңізді аңғарыңыз. Менің олай айтуымның себебі, ол кез келген адаммен сіз сөйлескен кезде, ол адам бейсаналы түрде сіз өзіңізді қандай екеніңізді сезіп тұрады. Сіз өзіңізге қандай қарым-қатынастасыз, соны адам сезіп тұрады. Яғни, өзіңіздің бойыңызда мен бақытқа лайықтымын, мен жетістікке лайықтымын, мен бұл жұмысты істей аламын және де өте сапалы түрде істей аламын деген сенім болса, оны сіздің сөйлесіп отқан адамыңыз сезеді. Ол бірденнен байқалады. Адам оны сана сезіммен түсінбеуі мүмкін, бірақ сізге деген оның бойында бір сенім пайда болады. Егер сіз сөйлесіп отқан адам сізге сенім артуға болатынын сезсе, ол міндетті түрде сізді жұмысқа алады. Сондықтан басқа адамдар сіз сенімге лайықты екеніңізді сезу үшін ең бірінші сіз өзіңіз соған сенуіңіз керек. Ал менің өз кезегімде айтарым, сіз сенуге, сенім артуға лайықты адамсыз. Сіз өз өміріңізді гүлдендіре аласыз. Сіздің өміріңіз тек өзіңіздің ғана қолыңызда. Ең бастысы, ешқашан салыңыз суға кетпесін, ешқашан берілмеңіз. Бақыт, жақсылықтан, берекеден ешқашан үмітіңізді үзбеңіз. Сіз бақытты болуға лайықтысыз. Сіз өзіңіз қалаған іспен айналысуға және сол ісіңіз үшін өзіңіз қалаған ақшаны алуға лайықтысыз.